Жалпы менің өнерім осы футбол бар, спорт бар, экономика, медицина, басқа бүкіл показуханың бәрін жинап қойсақ деймін да. Жинап қояқшы мына жерге. Кинода түсірмей-ақ қояйық әкесін ауылды сүгейін. Спортпен да шұғылданбай қояйықшы. Неге? Мынау аштан өліп атқан, ауырып өліп атқан балаларды құтқарайықшы, пожалуйста. Мен соған дайынмын, құрбанмын. Мен кинода жұмыс істемеймін, мен басқа барып помидор сатуға дайынмын. Мен Алла тағала күтіп, мен дайынмын. Егер потому что мен бір рет маған көп сондай сообщение береді, бір рет ана миысып кеткен баланы көріп маған бірнеше мен ана менің дубляждан шығып үйге барғанша жаяу бардым ше, 2 сағаттық жол үйге барғанша жылап бардым, барғанша Алла тағала неге олай деймін да. Кішкентай баланың бұлай туылып ештеңе істеген жоқ қой, неге ол сондай басынан сондай нәубет, індет, қайғы қасірет кешіріп жатыр, неге Алла тағала, неге деген сұрақпен бардым ше. Енді Алланың өзінің әділдігі бар ғой, біз білмейміз, біздің ақылымызға сыймайтын нәрсе. Бірақ мен ойлаймын да, осы показуханы алып тастап, миллиардтарды киноға кетіретін, футболға, спортқа, анау мынауға, қыртым сыртынға бірінші халықтың қарнын тойдырып, денін саулығын жөндейікші. Сосын мен сол кезде кайфпен киноға түсетінімді, мен қазір бүйтіп түсем киноға ше,